Барлықтарына сәлем, бұл Мәншүк. Бүгін біз өте қызықты тақырыпты талқылаймыз. Бұл достық туралы және ақша туралы. Мен бір адамға консультация берген кезде, біз ол консультацияның арқасында және мастер-кит методикасын қолдану арқылы оның негізгі түпкі установкаларын, себептерін тауып алдық, және соларды ауыстырудың арқасында ол адамның өмірі енді өзгереді. Ол адам осындай мақсатпен консультацияға келді. Ол адам үшін ең маңызды жаңа адамдармен сөйлескен кезде еркін сөйлесе білу. Еркін, ешқандай орысша айтқанда комфортно и свободно. Жаңа адамдармен, танымайтын адамдармен еркін сөйлесе білу. Сол мақсатпен келді. Сосын біз қарадық. Ол жерде жаңа образ, ол жерде не тұр? Ол адамның ойы бойынша мынандай нәрсе екен. Егер ол жаңа адамдармен еркін, комфортно сөйлесетін болса, онда достық пайда болады. Яғни жаңа достық пайда болады. Бірақ ол адам үшін жаңа достық ол ақшаны шашумен тең екен. Оның өмірінде сондай тәжірибе болған. Яғни ол бір жаңа адаммен дос болған, көбірек уақыт өткізгіміз келеді, қыдырғымыз келеді, далаға шыққымыз келеді. Сондай моменттерде ол адамның ақшасы болмаған. Ал өзінің жаңа досына ашық айтуға, мен қазір ақшам жоқ, мен сенімен қыдыра алмаймын деп айта алмаған. Өйткені ол адам үшін ол ұят болған адамға айту. Менің ақшам жоқ, сондықтан мен сенімен қыдыра алмаймын. Ол оның әрине бұл установкасы. Жаңа досына соны айта алмаудың кесірінен жаңа досы ойлаған. Мен оны 1 рет шақырдым, 2 рет шақырдым, оның уақыты жоқ, яғни менімен дос болғысы келмейді. Ал негізінен оның себебі ода емес, ол дос болғысы келеді, бірақ оның жаңағы ақшасы болмағаннан, бірақ соны айта алмағаннан. Сондықтан қазір ол өсе келе өмірінде осы установкалар әлі күнге дейін жұмыс істейді. Оның қазір ақшасы бар, бірақ жаңа достық құруға қорқады. Неге қорқады? Өйткені оның басында жаңа достық ол немен бірдей, ақша шашумен бірдей. Ал егер біз білем, егер сіз мені тыңдап отырсаңыз, егер сізде бұндай установка болмаса, сіз күлесіз. Ал бірақ егер сізде осы менің консультациямда алған адамның ситуациясында болсаңыз, сіз күлмейсіз. Өйткені ол адам үшін ол 100% факт. Ең біріншіден біз не істедік? Біз оның установкасымен жұмыс істедік. Мастер-кит методикасында барлығы бар. Әрбір адам өзі жұмыс істей алады. Біз оның бірінші установкасын, яғни басқа адамға менің ақшам жоқ деп айту, ол ұят емес деген осы установканы бұздық. Бұздық дегеніміз біз айттық. Әлемде бар адамдар еркін де ашық айта алады. Менің ақшам жоқ, мен қыдыра алмаймын. Оларға ол ұят болып саналмайды. Оларға ақшаның болмауы ол адамның жаман екенмен бірдей емес. Ал біздің жаңағы кейіпкерге егер сен ақшан болмаса, онда сен жаман адамсың. Егер сен ақшан болмаса, яғни сен жұмысың жоқ. Сен ақшан болмаса, сен ақшаны қолдану білмейсің, ұстау білмейсің. Егер сен ақшан болмаса, сені ешкім құрметтемейді. Осындай ойлар болған біздің жаңағы кейіпкерде. Бірақ оның барлығы да тек установкалар. Шын егер біз өмірге ашып қарасақ, олай емес, олай емес. Бір адамның тіпті ең бай адамның өмірінде белгілі бір күндері ақшасы болмау мүмкін. Және ол оны ашық та айта білу мүмкін. Мен бүгін ақшам жоқ. Және біреуден ақшаны сұрау да мүмкін, Сондықтан менің кейіпкерім түсінді. Енді ол айта алады басқа адамға менің ақшам жоқ деп. Яғни ол жерде еш нәрсе тұрған жоқ. Ол адам үшін, яғни жаңа мен қайталап айтқандай, өте сондай ақша туралы түпкі ойлары, өмірмен, характермен ол ұят болады, айтуға болмайды, менің ақшам жоқ деп. Бірақ шындықты айту негізінен сен өміріңді жеңілдетеді, Ол жерде еш нәрсе тұрған жоқ. Бір күн ақша бар, бір күн ақша жоқ, яғни ол өмірде болатын нәрсе. Одан ұялудың қажет жоқ. Біз сол оның установкасымен жұмыс істедік, оны бұздық, өзгерттік, болады айтуға. Менің ақшам жоқ. Содан кейін келесі оның установкасымен жұмыс істедік. Яғни жаңа достық ол ақшаны шашумен бірдей емес. Біз түсіндірдік, жаңа достық керісінше оның өмірін жақсартады. Ол адамның өзінің жақын достары аз болған. Осы себептен. Енді ол түсінді, яғни жаңа достық міндетті түрде ақшамен байланысты емес. Жаңа адаммен дос болуға болады,
және ол адаммен шындықты айтуға болады. Ол адам мүмкін саған бір идея беру мүмкін, информация алмасу, бір-біріңді жақынырақ танысу. Достық ол керемет нәрсе. Біз барлығымыз да бір-бірімізбен сөйлескенде ғана бақытты сезінеміз. Оны бәріміз келісеміз. Сондықтан да осы кейіпкердің осы установкасын біз бұздық. Яғни жаңа достық ол міндетті түрде ақшаны шашумен бірдей емес. Басқа адамдар үшін жаңа достық мүлдем басқа нәрсені білдіреді. Енді ол өзінің өмірінде жаңа адамдармен еркін сөйлесе алады. Достықтан қашпайтын болады. Осы тәсілмен біз ол адамның өмірін жеңілдеттік. Егер сізде де осындай установка болса, комментарияға жазуға ұмытып кетпеңіз. Егер сіздің де бір жеке бір мәселеңіз болса, консультацияма жазылып, өз мәселеңізді ашып қарауға болады. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.